Ассалаумағалейкум warahmatullahi wabarakatuh. Тақода мына Инстаграмда Зәмзәм компаниясының істейтін Смағұлов құрмет дегеннің шатпырағын тыңдап таң қалдым да, осы өздері түк білмеген ақымақ надандар халықты адастырады шайтанның азғырымен. Бұлар даже осындай элементарный нәрсені білмейді. Қажылықпен умра жасағаннан кейін неге шаш алатынын білмеген адамдарға айтайын, неліктен шашты алатын. Шаш алу бұл Құранда жазылған Аллахтың бұйрығы болып табылады. Бұл сүннет емес. Бұл еріккеннен істелетін іс емес. Бұл Аллахтың бұйрығы. Бұл бұйрықты біз орындауға міндеттіміз. Кейбір адамдар осындай ақымақтарды тыңдайды да, жай ғана барып, умрадан кейін, қажылықтан кейін жай ғана шаштарын қысқартады. Жоқ, ол шашты қысқартуға болмайды. Шашты алу керек умрадан кейін. Бұл міндет, бұл фарт. Қазақша айтқанда парыз болып табылады мұсылманның. Ал енді неге алу керек деген сұраққа жауап берейін. Кезінде ислам жаңа шығып жатқан кезде құлдар болған. Құлдарды жай халықтан ажырату үшін олардың шаштарын алып тастап отырған, тақыр басқып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осылай қажылық жасағаннан кейін шашын алып тастаған, тақыратып. Сосын айтқан: "О Аллах, жаратушы жасаған ем, міне мен сенің құлыңмын, қабыл ет ниетімді" деген. Енді дәл осылай айтылмаған шығар, бірақ примерно осылай айтылған. Сондықтан шашты Аллахтың құлы болдым, мені қабыл ет деп, сондай ниетпенен алады, жай еріккеннен емес. Осыны ұмытпаңыздар. Білмейтіндерге тарата жүріңіздер, күнә жасамас үшін.